Достар, сәлем! Бүгін мен сіздерге күшік пен мысық ертегісін ұсынамын. Қарны ашқан күшік тауда қаңғырып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп, «Ей күшік, мен сені жеймін» депті. «Қой көкешім, қой, әуелі мені тойғызып, сонан соң жерсің» депті күшік. Қасқыр: «Жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер» депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап: «Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен» депті. «Сенің көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жалмиған, аузың арандай ашылған, құйрығың артқы екі аяғыңның арасына қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан» депті күшік. «Мен не қылар екем, соны қара» депті де қасқыр шап барып бір бұзаудың тамағына жабысып, тұншықтырып өлтіріпті. Күшікті де тойғызады, өзі де тояды. «Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін, қош бол» деп қасқыр өзі жортып кетіп қалады. Күшік бұзаудың жем-жетігінің қасында қалып 3 күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң қаңғып жортып тауға шыққан екен. Бір аш мысықты кездестіреді. Күшік оған: «Ей, мен сені жеймін» депті. «Қой күшікке, қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің» депті мысық. «Жарайды, менімен бірге еріп жүр» депті де күшік. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Күшік: «Мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, құйрығым қандай екен» депті. «Несін айтасың, сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың аңқайып тұр, тілің салақтап, құйрығың салбаңдап тұр» депті мысық. Сонда бұған күшік: «Енді мен не қылар екенмін, көр» депті де жүгіріп барып бір түйенің аяғын тістейін деп жатса, түйе мұны дәл тұрып басынан бір теуіп қалады. Күшік сол арада сескиіп қатып қалады. Сонда мысық айтыпты: «Ей мақтаншақ, сен әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың. Сенің етіңді енді мен жеймін» депті.